Екі сұрағым бар. Бірінші сұрағым еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне, Жакупова министріне Светлана Кабыкенқызына. Өңірлерде көтерілетін ең басты сұрақ ол жәрдемақы мөлшері. Қаңғыбас иттерді уақытша ұстауға бөлінетін ақша мөлшері айына 60 мыңнан 90 мыңға дейін, түзету мекемелеріндегі сотталушыларға 80 мыңнан 180 мыңға дейін ақша бөлінеді, ал көпбалалы отбасындағы бір балаға айына 14 мың теңге бөлінеді. Светлана Кабыкенқызы, сіз ана ретінде айтыңызшы, 460 теңгеге күніне бір баланы асырауға болады ма? Осы ақша жеткілікті ме? Біздің елімізде 1 миллионнан астам кедейлікте өсіп жатқан балалар бар. Енді министр ретінде айтыңызшы, бұл әділетті ме? Екінші сұрағым денсаулық сақтау министрлігінің өкіліне. Өңірлерге барған кезде біздің фракция бірнеше емханалармен, медициналық орталықтармен кездесулерін өткіздік. Көтерілетін ең басты сұрақ бұл персоналдың тапшылығы. Жамбыл облысы Шу ауданында 4 ауылға бір ғана дәрігер бар. Науқастар емделу үшін аудан орталығына баруға мәжбүр. Осы факторларды ескере отырып, мүмкін медициналық университеттердің студенттері үшін оқу мерзімін қысқарту және медициналық мекемелерді кадрларымен қамтамасыз ету туралы шешім қабылдайсыздар. Рахмет. Светлана Кабыкенқызы, әлеуметтік қорғау министрі. Гаухар Шаймерденқызы, сұрағыңызға рахмет. Сіз өзіңіз білесіз, біздің жұмыс тобына мүше ретінде кіріп отырсыз. Министрліктің құзыретіне кіретін сұрақтар барлық әзірленіп, сол жұмыс тобының площадкасында қарастырылды. Оның ішінде біз айтып отырғанымыз 5 түрі бар. Отбасыларға, балаларды тәрбиелеп асырап отырған отбасыларға бүгінгі таңда 7 триллионды 100 миллиард теңге бөлініп отыр қаражаттан. Сіз айтып отырған жаңағы жәрдемақының мөлшерін бөліп, әр күнге бөліп 400 теңге деп айтып отырғаныңыз негізі дәлелдеп бірге кездесіп қарайық. Біріншіден, екіншіден, біз өзіміз зерттеу өткіздік. 20 жыл бойы әлеуметтік атаулы көмекті алып отырған отбасылардың ішінде балалар қаншасы негізі мүгедектікке көшті, әлеуметтік ауруларға зардап шекті. Сол азаматтардың негізі исследованияға кіргізіп, денсаулық министрлігімен бірге біз жұмыс жасап жатырмыз. Жұмыс тобында жұмысымызды жалғастырып, негізі шешімге келейік. Сұрағыңызға рахмет. Денсаулық сақтау министрінің өкілін микрофонын қойсыңыздар. Сұрағыңызға рахмет. Гаухар Шаймерденқызы, жалпы бүгін таңда 81 мыңға жуық медициналық қызметкерлер жұмыс істеп жатқан болса, сонымен қатар жоғарғы оқу орындарында 69 мыңға жуық студент оқып жатыр медициналық мамандықтар бойынша, ал колледждерде 118 мыңға жуық орта мамандар оқып жатыр. Жалпы мына оқу мерзімін қысқарту бойынша бүгін таңда заң бойынша 5 және қосу 2 жылмен оқиды. Ол 5 жыл бакалавриат болса, 2 жыл интернатура. Сонан кейін ол жаңағы жалпы практика дәрігер болып жұмыс істейтін болса, ал арнайы маман алу үшін, мысалы хирург, кардиолог болып жұмыс істеп, 2 жылдан 4 жылға дейін резидентура оқу керек. Жалпы ол халықаралық тәжірибе. Кейбір мемлекеттерде резидентураның өзі 9 жылға дейін оқиды. Дамыған мемлекеттерде. Себебі не? Өйткені ол әр медициналық маманнан оның азаматтарға, пациенттарға өміріне тікелей әсері бар. Соны ескере отырып, жалпы оқудың қысқартудың ол тиімсіз деп санаймыз. Осы жалпы соны ескере отырып, бүгін таңда оқу мамандарды дайындау бойынша біз жаңа сіздің сұрағыңыз бойынша қосымша жұмыстары, кешенді жұмыстары дайындау жұмыстарын атқарып жатырмыз. Ұсыныстарыңызды ескеретін боламыз.